Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Егер сізді кенеттен асқазан ауруы мазаласа, осы видеоны көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Егер сіздің асқазаныңыз ауырса, халықтық емдеу көмектеседі. Асқазандағы ауырсынумен әдеттегі өмір салты бұзылады. Әрине, бұл орган жай ғана ауыра алмайды және сіз шұғыл түрде дәрігерге баруыңыз керек. Дегенмен, дәстүрліден басқа асқазанды қалыпқа келтірудің халықтық әдістері де бар. Асқазанның ауырсынуы көбінесе жаралар, гастрит, шырышты қабықтың тітіркенуі немесе қабынуы, полиптердің пайда болуымен байланысты. Адамды колик, белдеудегі ауырсыну, құрысулар және жүрек айнуы азаптайды. Өзін-өзі емдеуге жол берілмейді, дәрігермен кеңесу керек. Ал көптеген жағдайларда іштің дұрыс тамақтанбауымен байланысты ауырсынуды дәрі-дәрмекке жүгінбей-ақ жеңілдетуге болады. Көбінесе асқазан диетаны бұзуға және артық тамақтануға байланысты ауыра бастайды. Ауырсынуды жеңілдету үшін дәріханаға жүгінудің қажеті жоқ. Әр үйде болатын сөзсіз өнімдер ауруды жеңуге көмектеседі. Ас содасы. 1 стакан жылы қайнаған суға 1 ас қасық соданы сұйылтып ішіңіз. Асқазанда қалыпты қышқыл негіз балансы қалпына келтіріліп, ыңғайсыздық жойылады. Алма. Ауырсынудан құтылу үшін алма жеп көріңіз. Ол жақсы ас қорытуға көмектесетін талшыққа бай. Қара бұрыш бұршақтары. Неліктен екені белгісіз, бірақ 2-3 бұршақ бұрыш жұтқан адамның ауырсынуын бірден басады. Алма сірке суы. 1 стакан жылы суда араластырылған шай қасық құрал керемет жұмыс істей алады, іштің ауырсынуын азайтады. Түймедақ қайнатпасы. Мұны істеу үшін 1 ас қасық түймедақ гүліне 300 мл мөлшерінде қайнаған су құйыңыз. Қайнатпаны тұндырып қойыңыз. Содан кейін олар тамақтанудан 30 минут бұрын 100 мл-ден ішесіз. Қырмызы тұнбалары да тиімді. Ол үшін календула сығындысы 50 мл-ге 50 тамшы мөлшерінде сумен араластырылады. Қайнаған суға қайнатылған қарақат жапырақтары да ауырсынуды тиімді жеңілдетеді. 2 ас қасық жапырақтары үшін шамамен жарты литр қайнаған суды алыңыз. Таңертең және кешке тамақтанар алдында 1 стакан ішіңіз. Асқазан ауруына қарсы ең қарапайым құрал жалбыз шайы. Шай ауырсынуды жояды және нервтерді тыныштандырады. Өйткені жүйке аурулары ас қорыту бұзылыстарының жиі серіктесі болып табылады. Асқазан ауруын емдеудегі ең маңызды ережелердің бірі диета. Себебі асқазан ауруының пайда болуы дұрыс тамақтанбаумен тығыз байланысты. Мұндайда сүтті және сүт қышқылды тағамдарды, бұқтырылған, қайнатылған көкөністерді, әртүрлі ботқаларды, күріш пен макароннан басқа қайнатылған тауық, сиыр етін, жеңіл балықты, жұмыртқаны жеуге болады. Ал қуырылған майлы тағамдардан, майлы еттерден, ащы тағамдардан, консервілерден және саңырауқұлақтардан, газды сусындар мен қышқыл шырындардан бас тартқан жөн. Достар, ауырмаңыздар, ем болсын. Бұл видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.